Қара, бір шеңберді алайық та, иә? Олжас сен ғой, иә? Бұның Иә. бізде радиусы бар. R радиус болсын. Потом дәл осы ұзындықты мына шеңбердің бойынан былай тауып алайын. Мына радиус, осы да радиус болатындай алып алайын. Былай сызайын, радиус болсын. Мына бұрышты, мына альфа бұрышты бір радиан деп атайды. Мына үшеуі де R болып тұрған жерде, мына домалақ, мына мысалы 5 сантиметр, мына 5 сантиметр, мына 5 болса, бір радиан деп атайды. Түсінікті ме? Бір радиан, қысқаша рад деп қояды, примерно 57 градус, примерно. Мысалға біз білеміз, шеңбердің ұзындығы 2 пи r екенін білеміз, дұрыс па? Мынаның барының ұзындығы 2 пи r. 2 пи r-ді мынада қаншама r бар екенін білу үшін, біз оны r-ға бөліп тастауымыз керек. Сонда 2 пи бар екен де. 2 пи дегеніміз шеңберді алатын болсақ, мынаның барлығының домалағы мынада 2 пи. Пи дегеніміз біз білеміз примерно 3,14. Ол қайдан шықты? Мына бүкіл ұзындықты L-ді диаметрге бөліп тастасақ, любой шеңберді, кішкентай болсын, сақина болсын, үлкен бір кастрюльдің қақпағы болсын, үлкен қалқан болсын, Капитан Америкадағы сияқты, бәрінде мына ұзындығын L-ді мына диаметрге бөліп тастасақ, всегда 3,14 шығады екен. Оны біз пи деп атадық. Енді қара, мына жерде бізде 2 пи болып қалды. Значит, мына жағы пи болады екен де, и мына жағы да пи болады екен. Өйткені 2 пи рді біз r-ға бөліп тастадық. Сол кезде бізде 2 пи қалды. Значит, мына жағы 2 пи, мына жағы 2, мына жағы пи, мына жағы пи. А біз білеміз, что мынау бізде 180 градус екен. Значит, 180 градус дегеніміз ол пиға тең екен. Сондықтан айтқандықтан мынау пиді сан ретінде ол 3,14-ке келген, градус ретінде ол бізде 180 градусқа тең екен. Осыны шығардық.